Мемлекет басшысы жеңістің 79 жылдығына орай Мәскеудегі Қызыл алаңда өткен әскери парадқа да барды. Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Түркменстан президенттерімен бірге белгісіз жауынгердің бейітіне гүл қойды. Президент Ресей астанасында осы әріптестерімен бірге жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына да қатысты. Биыл Еуразиялық экономикалық одақтың құрылғанына 10 жыл толып отыр. Тарих өлшемімен қарасақ, небәрі аз ғана уақыттың ішінде одақ халықаралық деңгейде өзіндік орны бар маңызды интеграциялық бірлестікке айналды. 10 жылдықтың макроэкономикалық қорытындысы бірлестігіміздің таңдаған жолы дұрыс екенін көрсетті деді Қазақстан президенті. Мәселен, одақ аясындағы ынтымақтастық еліміздің экономикалық дамуына ерекше серпін берді. Одаққа мүше елдермен сауда айналымы 30 миллиард долларға жуықтап, экспорт 2 еседен артық өскен. Дегенмен осы Еуразиялық экономикалық одақ дегенде сарапшылар біздің елдің ұтылып жатқан тұстары да аз емес екенін жиі айтып жүр. Кәсіпкерлердің экспорт мәселелері бойынша шағымдар жетерлік. Қасым-Жомарт Тоқаев осыны ескеріп, интеграциялық одаққа қатысты еліміздің ұстанымын айтып, бірнеше ұсыныс жасады. Ең маңыздылары жасырын шектеулерді жою, кедергісіз ішкі нарық құру. Еуразиялық өнімді шетелдік нарыққа да шығарудың жолдарын іздестірсек деген ниетін білдірді. Әсіресе Азияның әлеуетін ұтымды пайдаланып, оған қоса Африка және таяу шығыстағы жылдам дамып келе жатқан елдермен ынтымақтастықтың болашағы зор. Президент осы орайда Парсы шығанағы нарығына шығу үшін одақ елдерін халықаралық көлік дәлізін құру жөніндегі Ашхабад келісіміне қосылуға шақырды. Бекзат Аманов баяндайды. Мәскеу, осы апта бұл қала үшін қызу қарбалас өтті. Кремль, яғни мына тұрған алып ғимараттар ауқымды жиындарды қабылдады. Оның ішінде саяси да, мерекелік шаралар да бар. Ең маңыздысы әрине Еуразиялық экономикалық одақтың отырысы. Биыл ордалы одаққа 10 жыл. Астанадан бастау алған бірлестік осы уақыт ішінде талай сын қатерді бастан өткерді. Десе де саудадағы серіктестік пен сенімге селкеу түспеді. Сандарды сөйлетсек, Қазақстанның ұйымға мүше елдермен өзара саудасы 74%-ға өсті. Экспорт 117%-ке ұлғайса, импорт көрсеткіші 56%-ға көп. Үшінші елдермен қатынасы 84%-ға көбейген. Бұл одақтың сыртпен де байланысы үзілмегенін көрсетеді. Иә, ілкімді жетерлік, бірақ іркіліс те бар. Кедендегі кедергілер әлі толық жойылған жоқ. Мәмілемен шешілетін мәселе көп болған соң бесіктің басшылары Мәскеуге түгел жиналды. Направляют свои усилия. Одаққа мүше елдер бір-бірінің ішкісіне араласпайды. Бұл сөзді сандар айғақтайды. Интеграцияға мүше елдердің халқының саны небәрі 180 миллион, айтарлықтай көп емес. Соған қарамастан жалпы ішкі өнім 2,5 триллион доллардан асады. Әлем қайта құру кезеңнен өтіп жатқан шақта одақ жұмысын ширата түскен жөн. Жиын жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің шағын форматтағы отырысынан басталды. Түйіні тарқамаған түйткілдерді президенттер жеке талқылап алып, ықпалдастық пен негізгі бағыттарға ұзалды. Бұл Еуразиялық интеграция бестігінің басшылары. Шағын және кеңейтілген құрамдағы отырыстарда олар мәселелердің ең негізгілерін ортаға салды. Владимир Путин одақтың санкция салқынына тегеурінді төтеп бергенін айтса, Никол Пашинян логистикалық инфрақұрылымды дамытуға назар аударды. Ал Қасым-Жомарт Тоқаев біздің елдің ұстанымын жеткізді. Одақ жұмысында жасырын шектеулердің бары рас, соны жоюға шақырды. Если международное сообщество не примет действенные решения. Егер халықаралық қауымдастық пәрменді шаралар қабылдамаса, аталған кезең мүмкіндікті мүлт жіберген 10 жылдық ретінде тарихқа енуі ықтимал. Еуразиялық экономикалық одақ үшін де зор сын қатер болары сөзсіз. Бізге шын мәнінде бір тұтас, әрі жүйелі жұмыс істейтін кедергісіз ішкі нарық құру қажет. Жасырын шектеулерді, нақты жағдайға байланысты шешімдерді және қолмен басқарудың кез келген түрін қолдану тәжірибесін толықтай жою маңызды. Одақтың ең әуелгі міндеті де осы болған. Кедергі жойылса, алыс-беріс өрістей түседі. Президенттің араласуымен бұған дейін 70 шектеудің 69-ы жойылған, алайда кей тауарға қолдан жасалған қиындықтар әлі кездесетіні жасырын емес. Президент осыны шешіп алуды тағы да баса айтты. Кедергісіз сауданы дамыту бекер айтылып отырған жоқ. Өйткені бірнеше жылдан бері құрылғалы бері сауда-саттықта, одан кейін кеденде біздің сүт сияқты кейбір тауарларымызды Ресейдің, Беларусияның нарығына кіргізуде кедергілерге тап болдық. Президент соны айтып отыр. Яғни теңдік екі жаққа да тиімді.
Үнемі шикізатқа ғана үміт артып отыра алмаймыз. Өңдеу ісіне бет бұрғанымыз да сондықтан, ал одақ бұған дем беріп жатыр. Мысалы, бірлестікке кірген жылы тек уран, темір, көмір секілді шикізат экспортын жөнелтіп келдік. Қазір біздің өңделген тауарларға қызығушылық жоғары. Дайын алтын, болат өнімдері және жеңіл автомобиль сатуға бейімделіп келеміз. Экспорттағы дайын өнімдердің жалпы үлесі 50%-ға жеткен. Одақтың тиімділігіне ешкім сөз таластырмайды. Кәсіпкер Саян Сәдуақасов осылай дейді. Жиһаз жабдықтарын өндіретін компания ішкі нарықты толық қамтып, өнімін экспорттай бастады. Ресеймен қомақты келісім бар, Қырғызстанмен келіссөз жүріп жатыр. Евразиялық одақтың мемлекеттеріне экспорттау жоспарымыз бар. Өйткені анау таможнядан ыңғайлы бізге, и логистика жағынан тоже сол жағы оңай. Кеденде қазір енді Ресейге апарып жүрміз, ол жақта қатты ондай кедергілер жоқ. Бүгінде Еуразиялық бестікке кіретін елдер экспортының 90%-ға жуығы аралық тауарлардан құралған. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өнеркәсіп саласындағы кооперацияны тереңдетуде басым бағыт ретінде атады. Қазір одақ елдері 150-ден астам индустриалдық жобаны жүзеге асырып жатыр. Как известно, с текущего года Биылдан бастап Еуразиялық экономикалық одақ бюджетінің қаражаты есебінен өнеркәсіп саласындағы кооперациялық жобаларға қаржылай қолдау көрсетіледі. Жоғары деңгейде өңделген тауар өндірісін жолға қойып жатқан кәсіпорындарға қолдау көрсету керек. Әрине, қаржыландыру көздеріне бірдей қолжетімділікті қамтамасыз етудің ашық механизмін қалыптастыру маңызды міндет. Бірлестіктің әлеуеті мол, ендеше осы 5 елмен шектеліп қалмай, өзге мемлекеттермен де сауданы ыңғайластыру тиімдірек. Ресей президенті Владимир Путин жаһандық қауымдастықпен байланысты нығайтуды қолдап, Моңғолиямен уақытша сауда келісімін жасауды ұсынды. К сегодняшнему заседанию подготовлен проект. Еуразиялық экономикалық одақ, азық-түлік қауіпсіздігі, мемлекеттеріміздің агроөнеркәсіптік кешенін дамыту мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. Бүгін отырысқа Моңғолиямен уақытша сауда келісімін жасасу жайлы келіссөздерді бастау туралы шешім жобасы дайындалды. Мұндай келісімдер бұған дейін Сербия, Иран, Вьетнаммен жасалған, өз тиімділігін көрсетті. Алда Египет, Индонезия, Біріккен Араб Әмірліктері сынды үлкен экономикаларға кіру мүмкіндігі бар. Президент бұл бастаманы қолдап, сыртқы сауданы қайта құруды ұсынды. Демек, тауарлар сыртқа кедергісіз тасымалдануы керек. Казахстан, безусловно, приветствует решение о начале переговоров с Монголией. Қазақстан Моңғолиямен уақытша сауда келісімін жасау жөніндегі келіссөздерді бастау туралы шешімді қолдайды. Оған қоса Азия, Африка және таяу шығыстағы жылдам дамып келе жатқан елдермен ынтымақтастықтың перспективасы зор. Әлемдік жалпы ішкі өнімнің қазіргі 60%-ық өсімі тек Азияға тиесілі болады деген болжамды ескерсек, жаһандық оңтүстікпен арадағы кооперация ерекше қызығушылық туғызады. Әлем елдерімен сауда көркін қыздыру үшін тегіс жол, сапалы инфрақұрылым керек. Біз шығыс пен батысты байланыстыратын аймақтамыз. Тозған инфрақұрылым енді анық сезіле бастайды. Мұны мемлекет басшысы айтты. Қазақстан қазірден ахуалды ушықтырмаудың амалымен айналысуда. Мы в Казахстане до 2030 года Қазақстан 2030 жылға дейін 11 000 шақырым темір жолға жөндеу жүргізіп, жаңадан 5 000 шақырымнан астам темір жол салуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан шекараларында және Каспий теңізінде 5 трансшекаралық көлік логистика хабын іске қосу қарастырылуда. Қазақстан аумағына өтетін барлық халықаралық автомобиль өткізу пункттері жаңғыртыла бастады. Мұндай бастаманы одақтас мемлекеттерден де талап етеміз. Олар цифрландыру ісінде ширатқан абзал. планируем уже в следующем году Келесі жылы теміржол тасымалы саласында жасанды интеллект элементтерін пайдалануды көздеп отырмыз. Озық технологияларды қолдану тасымал тиімділігін айтарлықтай арттырып, өзіміздің және серіктестеріміздің шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Нақты шара ретінде тауармен бірге жіберілетін құжаттардың бәрін QR кодтар арқылы қашықтан тексеру және цифрлық құжаттарды өзара тану механизмін енгізуді ұсынамыз. Қазақстан сандық технологияны енгізу бойынша аймақта көш бойы озық тұр. Цифрландыруды өркендету одақ жұмысын жеделдетері сөзсіз. Ал жасанды интеллект жаһандық проблемаларды шешуге де сеп болмақ. в условиях роста численности населения в мире Әлемде халық саны өсіп, басқа макро өңірлерде ресурстар шектеулі болған жағдайда 600 миллионға жуық адамды азық-түлікпен қамтамасыз етуге мүмкіндігіміз бар. Біздің стратегиялық мақсатымыз агроөнеркәсіп кешенін жоғары технологиялық салаға айналдыру. Ол үшін жасанды интеллект, роботты техника, биотехнология және аграрлық ғылым салаларында негізделген серпінді инновациялық технологияларды енгізу жөнінде келісілген шаралар қабылдау өте маңызды. Иә, ұйым әлеуеті зор, бірақ тындыратын шаруа да шашетектен. Президент маңызды мәлімдемемен сөзін қорытылады. Қазақстан тең құқылы және өзара тиімді интеграцияны ғана қолдайды.
Біздің президенттен кейін өзге мемлекеттер басшылары да сөз сөйледі. Отырыстан соң маңызды құжаттарға қол қойылды. Был рассмотрен ряд значимых вопросов. Энергетика, кеден, сауда нарығы сияқты бағыттар қаралды. Президенттер Моңғолиямен уақытша сауда келісімін жасау үшін келіссөздерді бастауды тапсырды. Атап айтқанда, кей тауарларға салынатын салықты азайту немесе жою жоспарлануда. Құжаттарды барлық тарап бір ауыздан қолдады. Экономикалық одақтың келесі отырысы желтоқсанда Санкт-Петербургте өтетін болды. Бекзат Аманов, Ержан Қанапияұлы, Бақытбек Нұртаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Мәскеу 7 күн.